Мұғжиза, айдың екіге жарылуы. Құрайш мүшриктері Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар екенін, қарапайым адам емес екендігін білдіретіндей мұғжизаларға көп рет куә болса да қырсыға түсті. Ерегіскендері соншалық мұғжизаға өздері сенгісі келмегендерімен қоймай, халықты да аулақтауға тырысты. Онымен де шектелмей Расулланы қиын жағдайға қалдырып, мазақ ету мақсатымен: «Қане, күшті болсаң, Алланың елшісі екеніңді, рас болса, ананы істе, мынаны істе» деп ойына келгендерін айтып, қылжаққа айналдыратын. Мүшриктердің мақсаты Әзірет Мұхаммедті саллаллаху алейхи уассалам қинау ғана еді. Алла тағала мүшриктердің алдында сүйікті құлының төменшіктеуіне жол беруі мүмкін бе? Әрдайым нендей талап болса да орындайтын, қорғайтын. Тағы да бір күні Әбу Жахил мен Уалид ибн Мұғира бастаған бір топ мүшрик пайғамбарымызға келіп: «Егер сен шынында да Алла тағаланың тарапынан міндет жүктелген пайғамбар болсаң, бізге аспандағы айды екіге бөліп көрсет. Айдың жартысы Әбу Хубайс тауының екінші бөлігі Құяқан жотасының үстінен көрінсін» деп талап қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам олардан: «Осы тілектеріңді орындасам, иман келтіресіңдер ме?» деп сұрады. Олар: «Әрине, о не дегенің?» деді. Хақ, тура жолдың жетекшісі екенін мойындату үшін мұғжиза жасауды Алладан өтінуде пайғамбардың міндеті. Ал адам қолынан келмейтін ғажапты мұғжизаны жарату Алланың еншісінде. Мүшриктер Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам келген тұста айдың дөңгеленіп толған сәті еді, яғни 14-ші түні. Екі дүниенің сұлтаны Алланың елшісі жарылқаушысының бұйрығымен айға қарай қолын созып, сұқ саусағымен ортасынан бөлгендей ишара жасады. Пайғамбардың осы әрекетін күтіп тұрғандай, ай дәл ортасынан екі бөлініп, мүшриктердің сұрағандай жартысы Әбу Құбайстың, жартысы Құяқанның төбесінен көрінді. Ардақты пайғамбарымыз айналасындағыларға: «Куә болыңыздар, куә болыңыздар, әнекей төбелеріңізге қараңыздар» деп дауыстады. Тайға таңба басқандай ап, анық мұғжизаны көріп тұрып, мүшриктер онан сайын қырсықты. Мұнан айла артылмайтындай болды ғой, сиқырымен тағы да алдамақшы деп өздерінен өздері алдап жұбатып бақты. Іштей таң қалғандықтарынан білдірмеуге, көрсетпеуге әрекеттенді. Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам қалайда бас имеуді мақсат еткен мүшриктердің көңілдері кірленгені сондай, өз көздерімен көргендеріне сенбей, енді алыстан Меккеге қарай бағыт алған жолаушылардан айдың бөлінгенін көрмегендігін сұрап зеріктемек болды. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сиқыр жасаған болса, бүкіл жер жүзіне онысы әсер етпейді, тек біздің көзімізге солай көрінуі мүмкін. Сондықтан ұзақ жолдан келе жатқандардан сұрап көрейік, десті өз ойларына масаттанып. Алайда қуаныштары көпке бармады. Жолаушылар да аспандағы ғажапқа куә болғанды. Мүшриктердің айласы таусылғандай еді. Сонда да тат басқан көңілдері жібімеді. Ақиқатты үйренуге ұмтылмады. Керісінше, Әбу Тәліптің жетімінің сиқыры көк жүзіне де әсер етті деп байбалам салды. Мүшриктер көздеріне шығып көрсетілгенде сенбеді. Осы кезде Алладан Хамар сүресінің төмендегі аяттары түсті. Қиямет жақындады және ай қақ жарылды. Алайда мүшриктер анық мұғжиза көрсе болды, бірден теріс айналып, бұл оның бұрыннан көрсетіп жүрген күшті сиқырларының бірі деседі. Сөйтіп олар сенбеді һәм өз әуеніне ерді. Алайда әр істің алдын ала белгіленген ақыры бар. Хамар сүресі 1-3 аяттар.